Контент деген не өзі? Контент деген не өзі деп бастады топталасты. Бірі оны YouTube'тан іздеп, бірі Instagram'нан әрасты. Контент деген қазіргі трендтегі ең жиі қолданылатын барлығының аузында жүрген сөз. Бірақ көбі контенттің негізгі мағынасы не екенін түсіне бермейді. Барлығы айтады, жаңа сөзді үйреніп алған, Instagram'да контент жақсы болу керек, YouTube'да контент жақсы болу керек. Не ол контент? Контент деген, егер тура мағынасына аударатын болсақ, ол мазмұны деген сөз. Ал мазмұны, ол кітаптың мазмұны болады, ол видеоның, ол посттың, кез келген нәрсенің өзінің мазмұны болады, құндылығы болады, беретін ақпараты және де оның сол оқыған адамның шешетін проблемасы болу керек. Яғни, мына біздің қолданып жүрген YouTube'да, Instagram'da өзіміздің контентіміз, ол қаншалықты құндылығы болу керек. Енді қараңыздар, контент ол өзі сатылым алып келеді. Оған ешқандай таргетинг жасаудың, ешқандай жарнама жасаудың керегі жоқ. Егер сіздің контентіңіз соншалықты құнды болатын болса, құндылығы жоғары болатын болса, оны көрген адам, оны оқыған адам, оны еріксіз басқа біреулермен бөліседі, немесе басқа біреулерге ұсынады. Сондықтан, сіз контент жасайтын болсаңыз, өзіңіздің беріп жатқан ақпаратыңыздың, өзіңіздің өніміңіздің қаншалықты құнды екенін бағалаңыз. Соған сәйкес сіздің контентіңіз қаншалықты бағалы, жақсы әрі сапалы екенін көретін боласыз. Келесі жолыққанша сіздермен бірге инженер-маркетолог.